басқаша болды дейді жер сілкінісі. Әрине Қорқынышты болды дейді. Себебі жер сілкіністің түрі физика жағынан қарасақ импульс. Біз мына өте жақын болды қалаға. Сонда біз таза импульсқа жақындадық. Импульсті көрдік. Импульс деген не? Ол анау 23 январда өткен, ол бұлай ләләлім селкінген поезд сияқты. Қызық болды просто. Қорқытты, бірақ қызық болды. Жұмсақ болды. Мынау жұмсақ емес, өте қатты. Себебі импульстің түрі ол бұлай соққан деген. Тасқа соққан деген сөз. Әрине онда ол осындай болады, импульсқа жақын. Импульс ол жер сілкіністің неге негізінде үлкен апаты, ол любой тасты, любой темірді бәрін опырып кетеді. Сол ошақтың ішіне кірсеңіз, ол не деген? Мысалы, мына 5, магнитуда 5 дейді. Ол бір 5-6 километр жарық, жаңадан жасалған жарық. Ол сіз, мысалы, үлкен тасты жара аласыз ба? Жара алмайсыз. А ол жерде 5 километрға жарып жүрген. Бір секунд болмай. Көрдіңіз бе қандай күш? Сондықтан соның ең жаман жері сол. Онда ешқандай үй шыдамайды, ешқандай темір шыдамайды. Оны енді естіген шығарсыз.